Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның айтқан сөзі бар екен. Қиямет жақындағанда адамдар тек танитынына ғана сәлем беретін болады дейді. Сол заман қазір келіп тұрған сияқты. Байқайсыздар ма? Қазір біз тек таныс адамдармен амандасамыз. Шынымен бір танымайтын адамға ассаламу алейкум дейсаш, болды, ананы ми ашиды, ойланады. Бұл қайдан көрген мені? Біреулер сұрайды, сен мені танисың ба деп. Басқалары өз түрінен көрінеді, ойланып тұрады, бұл көрген ба, көрмеген ба, біреумен шатастырып жатыр ма деп ше. Танымайтын адамға сәлем беруге болмайды бізде. Сондай болып қалғанбыз да. Көшеде екі адам өтеді былай. Бір-біріне сәлем бермейді, өйткені танымайды ғой. Қараңызшы. Ассаламу алейкум. Сауап. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Одан да үлкен сауап. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Одан да үлкен сауап. Оған қайтарған адам ше, ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Қандай үлкен сауап. Бірақ қараңызшы, біз соншалықты, біз ана бұндай кішкентай сауаптарды менсінбейміз. Біз ана үлкен сауаптар іздеп жүрміз да біз. Бірден мешіт салып, топ өткізіп, жәннатқа кіріп кете салуымыз келіп жүр да. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан сөздері сәлем жайлы көп. Соның бірі араларында мейірімділікті арттырғыларың келсе, сәлемді жайыңдар деген сияқты сәлемге қатысты сөздері барды. Ағайындар, осы сәлемді жаяйық. Бірін-бірімізге. Қарашы, бір адамға барып та, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату деп, жаңағы қолын қысып амандасып, қалай жағдайыңыз десеңші. Қараңыз. Оның ішінде өзінен сізге деген бір махаббат, жылу пайда болады да. Сәлем адамды бірін-біріне жақындататын нәрсе. Біз осыны бірін-бірімізге қимаймыз ба?